Мен 6 баланың үлкенімін. Қара шаңырақтағы ең алғаш естіген үнім анамның түн ортасында жылағаны. Кейде терезеден қарап тұрып, басқа үйде не болып жатыр екен деп ойлайтынмын. Біздің үйде ананың көз жасы, әкенің боқ ауызы, жөнсіз айқай, тұтқиылдан сарт еткен шапалақ. Бала болып күлкім келетін. Бірақ күлкі бізге жат еді. Әкем үйге мас болып кіргенде, анам тез тамақ жылтады. Көңіліне бірдеңе жақпай қалса, тарс еткізіп лақтырады. Артынша бірдеңе сынды, бірде бала жылады, бірде анам. Төсектегі көрпе астында ұйықтаған кейіп танытамыз. Бірақ бәріміз де ояумыз. Қорқып бүрісіп жатқан жандармыз. Анамның жылағаны түннің бір уағында ғана естілетін. Өйткені кешке айқайлауға шамасы келмейтін. Ұрылған денеден емес, жаннан шыққан жылау еді ол. Мен сол күннен бастап, ешқашан анам сияқты болмаймын деп шештім. Бірақ өмір маған күліп қарап тұрды. Мен кейде анама қарап, неге үндемейсің? Неге бәріне шыдайсың? Деп сұрағым келетін. Бірақ оның көзіне қарасам, бәрін түсінетімін. Көзінде сөз бар еді. Бірақ айтуға тілі жоқ еді. Әкем шапалақпен сөйлеуді үйреткен. Анамның саусақтары қимылсыз, үнемі жұмыста, біресе от жағып жатыр. Бірақ өз өміріне келгенде ешқашан қимылдамады. Ол өмірін қимай, үнсіз өтіп жатты. Ол кезде әйелдер мүлдем ажыраспайтын. Тіпті үйден кетсе, ұят, бақытсыз, қарабет деген үкім бірден шығарылатын, өйткені әйел адам бәріне шыдау қалыпты саналатын. Анам соның бәрінен қорықты. Балаларым жетім қалмасын деді. Бірақ біз әкеміздің қасында жүрсек те жетім едік. Кейде түнде тұрсам, анам пеш түбінде егіліп отыратын. Өзіне өзі сыбырлап, шыда, балалар үшін енді аз қалды дейтін. Сол енді аз қалған азап 10 жылдан аса созылды. Мен содан кейін өзіме тағы бір уәде бердім. Мен де анам сияқты үнсіздікпен өмір сүрмеймін. Ешқашан. Бірақ өмір тағы да мені мазақ етті. Мен 19-ға енді толғанымда. Бір жігіт кездесті. Жылы сөйлейді. Қолымды ұстайды. Көзіме қарап күлгенде ішімде өліп қалған үміт оянғандай болатын. Мен саған ешқашан қол көтермеймін деді. Бақытты етем деді. Мен сендім. Мен адал сендім. Анам үндемеді. Бәлкім, менің де көріп қайтуымды қалаған болар. Немесе, мүмкін қызыма мен сияқты тағдыр бұйырмас деп үміттендім екен. Той болды. Ән болды. Ақ көйлек кидім. Бір күн өмірімдегі ең жарық күн болды. Бірақ күн. Сол күннен кейін мен басқа үйдің келіні, бөтен үйдің беймәлім қызы. Тағы да барлығы үшін жүгіретін әйел болдым. Жолдасым. Ол басында сыпайы еді. Бірақ уақыт өте үнсіз бола бастады. Қасымда отырса да, жүрегі басқа жақта сияқты. Көзіне қарасам мен емес. Үн қатсам тыңдамайды. Жұмыс шаршатады деді. Қызметте проблема көп деді. Ал мен үйде күйіп пісіп, бір уақ жылы сөзге зәру болдым. Бірақ ол сөзде, сол сезімде ешқашан келмеді. Мен баяғыда әкем үйде отырып та жоқ сияқты көрінетін кезді қайта бастан кешіріп жаттым. Мына өмір менің екінші түрмем еді. Бармын, бірақ мені ешкім көрмейді. Тіпті ол күйеуім болса да, таң атқанда жанымда жатады. Кеш кіргенде де сол төсекте. Бірақ мен оны сезбеймін. Күйеуім менің қасымда болғанмен, жанымда емес. Бір үйде тұрып, екі бөлек ғұмыр кешіп жатырмыз. Тіпті кейде менің тірі екенімді де ұмытып кеткендей болады. Қалай демейді. Бүгін не жедің сұрамайды. Жылап отырсың ба? Байқамайды. Кейде ойлаймын. Жесір әйелдер күйеуінен айырылғанымен естелігі қалады. Ал мен жанды өлікпен өмір сүріп жатырмын. Күйеуімнің ішкі әлемінде мен жоқпын. Мен оның арманында жоқпын, жоспары мен армандарының ешбіріне енбеймін. Мен тек үйдің тазалығы, ас ауқаты, киім-кешек, шаруасымын.
Бір күні батып бара жатқан күнге қарап отырып, үнсіз жылап қалдым. Жанымнан өткен күйеуім қасымнан өтіп кете берді. Тіпті тоқтап қараған да жоқ. Сол сәтте ішімнен біткен өмірге жасанды дем салудан шаршадым дедім. Барым менде, жоқпын дедім. Бір күні балам ауырды. Қызуы 40-қа шықты. Емхана алыс. Телефонмен жедел жәрдем шақырдым, келмеді. Күйеуіме қарадым. Ұйықтап жатыр. Ояттым. Бала ауырып жатыр. Таңертең барамыз деді де артымен бұрылды. Сол сәтте жүрегімде бір нәрсе үзіл. Мен оның серігі емес екенімді. Мен оның баласына да, маған да жанашыр бола алмайтынын. Сол күні анық білдім. Баланы құшақтап өзім таксимен емханаға тарттым. Қар жауып тұр. Бала қалтырап жатыр. Мен анамын. Мен тірі әйелмін. Бірақ біреудің көлеңкесінде өлген рухпын. Кейін бір күні қатты ауырып төсектен тұра алмай қалдым. Бөлмеде өзім жатырмын. Балалар тыныш. Телефон шылдырады. Күйеуім. Үйде неге тамақ жоқ? Не істеп жатсың? Мен іштей. Ауырып өліп жатсам да, сенің есіңде жоқпын ғой деп ойладым. Шыдадым тағы да. Бірақ бір күні бәрі шыдамайтынын енді түсіндім. Анам өмір бойы үндемеді. Мен де сол жолмен келе жаттым. Бірақ бір айырмашылық бар еді. Мен енді анамын. Менің балам менің өмірімді қайталамау керек. Кешқұрым. Ас бөлмеде балаларға тамақ дайындап жүрмін. Кенже балам маған жақындап келіп, маған бейкүнә көзбен қарап. Мама, әке неге бізбен ойнамайды? Мен не айтарымды білмей қалдым. Қолымдағы қасық түсіп кетті. Құдды біреу жүрегімді қыл арқанмен тартып жібергендей. Неге ол ылғи үндемейді? Мені жақсы көрмей ме? Ол баланың үні емес еді. Ол менің ішкі жанайқайым еді. Мен де бала кезде өзімнен дәл осындай сұрақтар қойғам. Анам жауап бере алмап еді. Енді мен де жауап бере алмай отырмын. Баламның жанарында үміт бар. Мүмкін шешем бір жылы сөз айтар, мүмкін әкемнің қандай да бір себебі бар шығар деген үміт. Ал мен не дей аламын? Әкесін жамандай алмаймын. Жақсы деп өтірік айта алмаймын. Сол сәтте көзім жасқа толып, тек басын құшақтап, балам, сені жақсы көретін жалғыз жан мен. Мен саған бәрін бола аламын дедім. Алайда ішімнен сыбырлап, сен менің тағдырымды қайталама, балам дедім. Сол күні мен шешім қабылдадым. Мені жоққа тең көрген адамдардан өзімді арашылап алуға тиіспін. Балаларымды ұрпақтың үнсіздігінен құтқаруға тиіспін. Күндердің күнінде айнаның алдына отырып өзіме ұзақ қарадым. Көз алдымда әжемнің үні, анамның жүзі, өзімнің бала күнгі жанайқайым. Анам үнемі шыда, деді. Әжем үндеме, деді. Қоғам ажырассаң ұят, деді. Ал менің ішімнен кішкентай бір дауыс сыбырлады. Сен тірісің. Сенің де өмір сүруге қақың бар. Қорғаушың болмаса да құқығың бар. Мен шешім қабылдадым. Күйеуіммен ашық сөйлестім. Ол басын изеп қана қойды. Әдеттегідей үнсіз. Мен балаларыма шындықты жұмсақ айтып түсіндірдім. Анам естігенде үнсіз қалды. Бірнеше күннен соң көзіне қарап. Анашым, мен сені кінәламаймын. Бірақ мен сенің өміріңді қайталамадым. Жарайсың, қызым, деді жай ғана. Сол сөз мен үшін батаның өзі еді. Қазір мен жалғыз тұрам. Бірақ жалғыз емеспін. Балаларым жанымда. Олар мені тірі көреді. Қуанады, еркелейді, құшағына алады. Кешке келгенде, анашым, шаршадың ба? Деп сұрайды. Бұл менің бүкіл өмірімде естімеген ең жылы сұрақ. Менің әкем бар еді, бірақ жоқтай өмір сүрді. Менің күйеуім болды, бірақ жесірдей өмір сүрдім. Енді мен көлеңкеден шыққан әйелмін. Мен енді үнсіз емеспін. Мен енді жыламаймын. Мен тірімін, аяқталды. Қазіргі көп отбасылар осындай күйді кешіп жатыр, өмір шындығы.